Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Қаралы сұлу. Алты жыл. Қаралы қайғылы 6 жыл өтті. Әрбірі бір өмірдей сарылған ұзақ. Қара жел үзілмей соққан күздің суық күніндей қуарған жүдеу жылдар. Содан бері қарагөз қаралы тор бұлбұлындай құр төсектің иесі. Сансыз көп күндер өтіп жатса да, не бір жаңа үміт әкеліп сергіткен, не болмаса жүдеу көңілді 1 сағатқа болса да селт еткізіп алаңдатқан мезгіл болған емес. Қарагөз бұл өмірді әбден мойындап болған. Көп жыл бойына созылған қаралы күй Қарагөз өмірінің қалпы болған. Күндегі дағдысы салты болып кеткен. Содан бөлек қалды көксететін өзге түрлі ой келсе, оны көңіліне дарытпай, өшіруге асығады. Сол Қарагөздің ауылы бүгін қалың таудың ішімен жайлаудағы көк шалғында салқын сулы шалғар қонысқа көшіп келе жатыр. Таң қылаңдап келе жатқаннан жүгін арта бастаған ауыл жаздың күні жақын белден жаңа қылтиып шығып келе жатқанда ескі жұртынан жөнеген. Қазірде көш жарым жолға келіп қалды. Бүгін тау аса қонбақшы болған ауыл қалың таудың ішімен жартасы тоғайлы, шалғынды өзекпен шұбатылған шұбар топ болып, дабырлап, шулап келе жатты. Көш алдында айдап келе жатқан 4-500 жылқысы бар. Басқа ірі қарасы да мол, бай ауылдың көші жыл бойы иесі тұрған таудың тұтасып кеткен шөбін жапырып, қызуы мол тіршілікті көшіріп келе жатқандай болады. Көштегі көңілді қатын қалаш, желікті қыз келіншек маңайласқан жігіттермен қалжыңдасып, күлісіп ойнайды. Арқыраған семіз, сұлу асауларды мінген жас жігіттер үйіріне қарай жұлқынып, аласұрып жер сүзген айғырларын құтыртып ойнақшыта келіп, қалың жылқыны дүрілдетіп, желдіріп айдайды. Дүн-дүние мастық тойындай бұ аспанға шығып, құтырынып желгеді. Шулаған желікті көш таңертеңгі көлеңке басқан қара жартаспен қалған өзекті де оята сергіткендей. Бұл көшке табиғатта жылдық ұйқысынан оянып, елең білдіргендей. Таңертеңгі көлеңкелі өзектен шыққан салқын самал соғады. Жыл бойы тұл болып тұрған жайлау бүгінгі күн жыл құсындай болып қиқулап жөңкіліп келе жатқан елді жаңа көріп сергігендей. Қазіргі барлық сурет, барлық дүние адамды қызық думанға, сағымды түспен зор тілекке қол бұлғап шақырып тұрғандай. Бұл қызуға желікпеген жан жоқ. Ең аяғы шал қойшы болады да, үстінен көш өтіп бара жатқанда, құлашолақ биені тыраңдатып шауып келіп, көш жанында келе жатқан тұрғылас әйелдер арасына келіп килігіп, арқасын қиқаңдатып, қалжыңдаса күледі. Әр қайсысына көзін қысып, ек қағып, ізденіп соқтығады. Қызыл шырайлы келіншектің құла биені қамшылап ойнағанына емексіп, жігітімсіп шіренеді. Шат шекен пәуескенің ішінде келе жатқан Қарагөз, Болаттың қасынан арбасы кетіп бара жатқанда, аз сергіп күліп, Болат-ау, сенің де базарың тарқамағаны ма? Болат бұл сөздің түкпірін түсінеді. Қарагөз не десе, о десін, зөңгісіне шіреніп күліп, несін айтасың қарағым? Қыз келіншек тал бойымды үйітіп келеді. Ішімдегі жанған от қыз қайнайды дейді. Бұл көште жалғыз жүдеу, жалғыз жабырқаған, қайғының тұсауында келе жатқан сол Қарагөз. Осы көп малмен
бай ауылдың иесі болған мына дұрдулы көштің басшысы жалғыз жесір әйел Қарагөз. Қарагөз 32 жаста. Қаралы жаулық салынып, қызулы базар есігін жапқанына 6 жыл болды. Одан бұрын Қарагөз тіршілік базарында еркін жүзіп жүрген еркемін дейді. Бұның өмірінің үстінде күлімсіреп тұрған күн шуақты, бұлтсыз, ашық көк аспан барды. Сондай ашық күннің ортасында бір-ақ сағат ішінде түсі суық, шоқ қара бұлт ойнап шыққан. Аяқ астан келген бір қаза, бір-ақ күннің ішінде Қарагөзді қаралы қылып, қаңғыртып кеткен. Содан бері алыстағы сағымдай болған жар жеткізбей, белгісіздікке батып жоғалған. Оған дәл 6 жыл болды. Қарагөздің күйеуі Әзімхан ол кезде 28 жаста. Өзі бір атадан жалғыз жігіт болатын. Басқа аталас ағайындары болса, барлығы да бөлек ауыл болып, бөтен сияқтанып, өз тілегі, өз өмірімен бұлардан алыстап кеткен. Ағайындарының кейбірі қартаң тартқан адамдар болған. Әзімханның туысқаны, жалғыз сүйеніші, 70 жасқа келген кәрі әкесі Үсен. Әзімхан жалғыз жігіт болса да, аз атаның бас көтерері атанып, ырғайлы болысындағы едәуір елге белгілі болған. Бір жылы дәл осы жайлауға көшіп келе жатқан кезде, бүгінгі көш келе жатқан өзектермен Үсен ауылы көшіп келіп, Қайыңдыға қонды. Қайыңды тау арасындағы шалғынды тоғайлы өзен, жапырлап қонған көп ауыл маңайындағы шұбартқан көп малымен Қарагөздің ол күндерінің көркі сияқтанатын. Ырғайлы көп жылдан келе жатқан дағды бойынша Қоңыртау болысымен қатты жұлысқан араз болады. Сол жылы да жаз шыққаннан бер қарай күнде қиқу, күнде аттан жағалай шабыс болған. Ырғайлығының үстемдігін өзгел жуандарымен бірге жоқтап жүрген Әзімхан, сол жуандардың желіктіруімен Қоңыртауға кейде өзгелерден жырылып барып та соқтығатын. Қоңыртау бір кезде өзгеден ерекше Үсенге кіжінулі дескен. Бұл хабар бір емес, әлденеше рет келгенді. Бірақ онымен Әзімханды басқаны да тоқтата алған жоқ. Қоңыртау бір алса, бұлар кейде 2-3-тен алып жіберетін. Қоңыртаудың Әзімханмен жау болуына бір себеп Қарагөздің басы еді. Әуелде Қарагөз Қоңыртау елінің жесірі болған. Сол елдің бір бай ауылы Сыбанбай. Жас кезінде Қарагөзді Сыбанбайдың немересіне айттырған. Бері келгенде Қарагөздің күйеуі аяғы ақсап, кем болып кетті. Оның үстіне өзге балаларының ішінде әке-шешеге қадірсіз бала болады екен. Бой жетуге айналған кезде сұлу Қарагөзден наразылық сөздер шыға бастаған. Қарагөздің әкесі жас кезінде өліп еді. Жесір қалған шешесі Үсеннің немере қарындасы болатын. Ол Үсен ауылын төркін қылып, ылғи араласып жүретін. Қарагөз де кішкене күнінен Үсен ауылын нағашы етіп, көңіліне ерекше жақын тартып, кейде шешесімен, кейде жалғыз өзі де келіп, көп уақыттар жатып қайтып жүретін. Сол қалмен жүргенде Әзімханның бұрын қалған келіншегі қайтыс болған. Қарагөздің Сыбанбай ауылына барғысы келмей жүретіні көп жұртқа паш болып қалған. Басында Қарагөздің сөздеріне елеусіз қарап, кезінде көрерміз деп, іштегі нық байлаумен жүрген шешесі Әзімханшың келіншек өлген соң баласының наразылығына түзу қарап, ойлана бастаған. Сол қалдың үстінде дәргүмада жүргенде бір күні Қарагөздің ауылына амантасып қайтқалы Әзімхан келген. Әзімханның не оймен келгені бұл ауылға да, апасына да белгісіз. Әзімхан өзі де анық, ашық байлаумен келген жоқты. Бірақ үйге келіп кірген жерде ол бұрынғыдан көп өзгеріп кеткен Қарагөзді көрген. Бұл уақытқа шейін
Бала қалпында жүрген қара көз енді ширатылған нәзік, ұзын бойлы, қынай белді, толқынды қара шашы бар, тұңғиық сұлу қара көзді бойжеткен болыпты. Көрмегеніне бір-ақ жыл шамасы өткен Әзімханның енді алғаш келген сәтте жүрегі үлпілдеп соғып, көз алдында сәулелі сұлу жарды көріп қалғандай болған. Әлденеден екені белгісіз, бұрын бұл жайдан бір ауыз сөз естімесе де, қазіргі халде Әзімханның жүрегі соқтырған белгісіз сезім Қаракөзге де сол сөкіндікте білінгендей. Әзімхан апасына амандасып, ендігі Қаракөзге қарап, «Есен саумысың қалқам» дегенде, ұялып қараған Қаракөздің жүзінде ыстық қан ойнады. Бұл күнге шейін жүріс көрмеген бала жүзі өмірінде алғаш рет әлдеқандай көмескі түс сияқты оймен қызарып, төменшіктеп қысылғандай болды. Екі жас, үнсіз, белгі беріскендей. Екі көңіл бір-біріне ұялып бұғып тұрып ым қақты. Басы осы. Аздан соң арада сөз жүрді. Сүйек жаңғырту Қаракөздің басқа ағайындарына да теріс көрінбеді. Әсіресе бұл күнге шейін өзінің жесірлігінде ерекше сүйеніш сияқтанып отырған Үсенмен қайтадан үй ішінен үй тігіп, жақын болу Қаракөздің шешесіне керек көрінді. Сөйтіп, аз күн ішінде астыртын құдалық сөзін байласып қайтты. Бірақ бұл алыстағы тілеу. Ол қиын асу, биік асқардың аржағында жатқан қиын түйін. Сыбанбай бөгет шығармай қоймады. Қоңыртау жұлқыспай жесірін жібермейді. Үсен жақтың хабары жансызданып, Сыбанбайға барып қалғанда, олар күпілдеп, кішіне бастады. Бірақ ашық сөз, анық байлауға екі жағда жете алмай, енді жақындап келе жатқанда, Сыбанбайдың немересі өліп қалды. Бұдан кейінгі сөз ұзаққа бара алған жоқ. Сыбанбайдың өзге балаларының барлығында не айттырған, не алып отырған әйел бар. Бұрын ұстанған сөз бойынша Сыбанбай, Қаракөзді кейінгі балаларға қаратамын, құдамнан қол үзбеймін деген болды. Бұл оқиға өз кезінде Ырғайлы мен Қоңыртаудың арасына көп салқындық салды. Көп ырғасып, тартысумен барып, екі жақ зорға тынған. Үсен көбінше мал күшіме жеңіп алды деген сөз ел ортасына жайылған сайын Сыбанбай болымсызды сылтау қылып, Ырғайлыға соқтыға беретін болған. Бірақ арада бірер жыл өткен соң жесір дауының қызуы солғындап келіп басылды. Сөйтсе де, басында бір шиеленісіп қалған елдер енді жаңа дау, жаңа араздыққа жол тауып алып, кезек алысып, ұстасып жүрді. Бері келген соң Сыбанбай Үсен басындағы кекті өзгертіп, өзі Ырғайлының басқа елмен, басқа жуандарымен көбірек ұстасып кетті. Араздық себебі жаңадан туып, жаңа сөз, жаңа істермен қайта қозғалған соң, Үсен көп елінен қалыспай, Ырғайлының басқа елімен бірге Қоңыртаумен анда-санда алысып қалып, ұстасып жүрген. Осы қалай Қаракөз бен Әзімханның қосылғанына 7 жыл толғанда, Үсеннің ауылы жайлауына көшіп келе жатып, Қайыңдыға қонды. Жаңа қонысқа жайғасқан күні түнде ауыл маңында жатқан жылқыға жау тиген. Көптен сақтанып, Қоңыртаудан кезек күтіп жүрген Үсен ауылы күнде кешке 2-3 сенімді атайғырда ауылда ұстайтын. Бүгін көшіп келген ел қирай жығылып, шырт ұйқының ішінде жатқанда тауды қақа жарып шыққан аттан даусынан өзгеден бұрын оянып, асығып қамданған Әзімхан болды. Әзімхан арқандаулы тұрған бәйге жиренді алып келіп, асығып ерттеп жатқанда, Қаракөз жүрегі дірілдеп тұрып, үріккен пішінмен қасына келіп, басқаларды жіберсеңізші, тау іші шабуға жаман деп еді. Бірақ жарық айлы тыныштық түні жас жігіттің тұла бойын ысытып, бір қызу қан алып ұшты. Ауылдан Әзімханнан басқа да 3-4 жігіт шықты. Бұлардың бәрі тастақ төбелермен сатырлатып шаулап келеді. Бұл кезде ауылда азан-қазан болған.
Атсыз қалған жаяулар босқа дырду жасап айғайласып, әрлі-берлі жүгірісіп жүрді. Әзімхандар сол бетте барып, жылқыны әкетіп бара жатқан жауға жетіп араласқан. Жылқышылар көп жаудан қаймығып, батып ұрса алмай, кейін келе жатыр екен. Көп жылқыны қалың жау ұзын өзекпен дүрілдетіп, қиқулап әкетіп бара жатыр. Сол кезде қуғыншының алдымен жеткен Әзімхан тосқауыл болған көп жаудың ортасына келіп кіріп кетті. Әзімхан қорықпайтын ер жігіт еді. Бұрын көп соғыста болып төселген емес. Оның үстіне бір кісіге әлі жетерлік мықты да еместі. Жирен атты қуғыншы екіленіп, екі-үш рет арасына кіріп шығып, алдын орай берген соң, жау ішінен соғысқан қайланып алған екі мықты барымташы артына айналып келе жатқан Әзімханды көргенде, күрең атты тағы келеді. Ортаға ала бер, ортаға ал дегескен. Әзімхан екі жаудың ортасына солардың тілегінше екпіндеп келіп кірген. Бұл кіре берген бетінде оң жағындағы боз атты еңгезердей жауды желкеден қаға ұрып жіберді. Бірақ дәл сол секундте өзінің де желкесінен сол жағындағы сары айғырлы жаудың қара сойылы мықтап тиді. Бұл сойыл Әзімханға қатты соғылды. Алғашқы сойыл тиіп кеткенде қолындағы ағашы ұшып түсіп, өзі еңкейіп атының жалын құшып қалды. Дәл осы уақытта бұрынғы ағыммен келе жатқан бәйгі жирен боз атты жаудан қиыс өтіп бара жатыр еді. Оған Әзімханның сойылы тисе де әлсіреткен жоқ екен. Жанынан қиыс өтіп бара жатқан Әзімхан аттың жалын құшып қалғанда, анау ақ сойылды шыр айналдыра келіп, маңдай тұсынан қағып ұрып жіберді. Әзімхан бір-ақ секундтың ішінде жүрегінен оқ тигендей болып, аттың артына ұшып түсті. Маңдайды мегзеп, ұрған күшті сойыл дәл құндыздықтан тиіп, басты айырып кеткен екен. Әзімхан аттан тымақша ұшып түскенде, бұрын талай соғыста болып, қолы ауырлығынан талайды сорлы қылған боз атты жау артына бұрылып қарап, «Қап, жығылуы тым жаман болды-ау, жазым болмаса егет» деді. Жазым болғаны шын. Әзімханның басы төрт елідей айырылып кеткен екен. Кейінгі жұрт шулап жылап үстіне келіп, үйілген уақытта Әзімхан үзіліп жүре берді. Сұлу жарға ақырғы рет қош деуге де тілі келмеді. Әзімхандар аттан салып жөнелгенде шошынып жылап, тілеу-тілеп қалтырап тұрған Қарагөз үйіне кіріп жата алмай, жылқы жақтан хабар күтіп тұрғанда, жұмбаққа толған мұңлы түннің ортасында ауылға қарай шулап келе жатқан қаралы айғайды естіген. Бұл шоу ауылға қарай ат қойып, ой бауырымдап келе жатқан жылқышылар мен қуғыншылар шуы. Алғашқы жылау, алғашқы қаралы қайғы осы түннен, осындай қалдың ортасында басталғанды. Бүгінгі көш, сол адыра қалған қайыңдыға тағы қонғалы келе жатқан пәуескенің ішіндегі Қарагөз алғашқы қаза түнін есін алып, ыстық жалынмен жиі күрсінеді. Әзімханның өлімін ырғайлы жоқтаусыз қалдырған жоқ. Ол жақтан жылқы аламыз деп барып, кісіді өлтірді, кегінді алды. Әзімхан басына 100 түйенің құнын алды. Қоңыртауды жасытып, ықтырды. Бірақ оның бәрі сүйген жармен бір ауыз сөзге келмей, арманда қалған қайғылы сұлуға төк жұбаныш болған жоқ. Алғашқы бір жыл бойында ойына еш нәрсе тиянақ болуға жараған жоқ. Есіз қалған мол дүние, ауыр дәулеттің ортасында 70 жастағы кәрі атасы мен Қарагөз қалды. Онан соң бұл екеуінің де барлық ағайынның да үміті сияқтанып, 2 жасқа келген кішкентай Мұқаш қалды.
Қарагөз бен Әзімханның алғашқы көрген баласы осы. Бұдан басқа бала жоқ. Әкесі өлген соң, кішкентай болса да, Мұқаш өлі арыстаннан тірі тышқан дегізіп, Әзімханның артындағы қаралылардың сүйеніш тілегі болды. Әзімханның қырық өткен соң, жалғыздың қайғысын көтер алмай, бұрын кәріліктің де өзін де жеңуге айналған Үсен де қайтыс болды. Маңайы тұлдыр болып, құлазыған жалғыздық жас сұлудың бір өзінің басында ғана қалды. Күнде тіршілігіне ырза болған жұрт ұйқыда жатқан құлқын сәріде мұңайып батқан бейуақта Қарагөз қаралы жаулығымен бетін жауып отырып, зарланып, дауыс айтатын. Жалғыз біткен бәйтеректей, арманды өткен қайғылы сұлу, алтын терек арысым деп аңырап жоқтайтын. Көзінен тамшылап аққан жаспен бірге, шынымен егілген қайғының сөздерін айтып, тыңдаған адамның сай сүйегін босататын. Қарагөз қайғы ішінде кексе тартып, ұлғайып кеткендей болды. Іштегі жалынмен күрсінген жүзі Қарагөздің басқа тіршілікті талақ қылып ұмытқанын білдірді. Қаралы тор тұтқынын жұрт жарын жоқтай білді десті. Қарагөздің жоқтауымен даусын барлық ырғайлы жаттап алып, әнге салып айтып та жүрді. Кемпір шал Қарагөзді аузынан тастамай мақтап, байының артын мұндай жақсы қылып күткен әйел болған емес деп аңыз қылды. Сондай жылау, жоқтау ішінде Қарагөз барлық үмітті, жастық дүниесін көрге көмді. Ол Мұқаштың тілеуін тілеп, енді ерге тимейтін тұл қатын болып отырып қалуға өзіне серт берді. Дүниесін билеп, ауылына атасы мен жарының орнына ие болып отырып қалды. Ендігі жалғыз үміті, жалғыз жұбанышы кішкентай Мұқаш. Сүйеніші мен ермегі бір, соның тәрбиесі болды. Ағайын ортасы бұл күнге шейін Қарагөзді қадірлеп күтуден қалған жоқ. Ұзақ қайғын өмірінің мәңгілік шергөй алып сақтап, Қарагөз әлі күнге келеді. Бүгінгі көшті бастап келе жатқан қаралы сұлудың жайы осы. Бірақ бұл күндерде Әзімханның қайғысы жалғыз, Қарагөздің ғана көңілінде қалған. Өзге маңайдағы адамдармен желікті дүние Әзімхан өлмеген күндегідей әлі де қызықты. Бұл күнде 8 жасқа келген Мұқаш Қарагөздің жанында келеді. Оның да көңілі қазіргі тіршілікке мәз, айғайлап қуанады. Арбаның ішінде іші пысып секіріп, дауыстап күліп, маңайласқан кісілермен ойнайды. Бұл да буыны бекіп, дені сау болып, ер жетуге тақады. Қарагөздің қаралы 6 жыл өтті. Сол жылдардың ішінде көлденен қараған көз қаншалық қадалса да, Қарагөздің сыртына шыққан не әлсіздік, не қобалжуды көре алған жоқ. Бірақ сол уақыттарда Қарагөз көрген азапты білседі жұрт. Көп жас қыршынынан қиылады, тіршілігін қарға өтеді. Көпшілігінің сынығы жамалып, қайта түзеліп, ел қатарына қайта қосылады. Ал Қарагөз қайғысы бір алуан ұзақ мұңлы жыр болып әлі кетіп барады. Тұңғиық қара көздерінен сұлу ажар кеткен жоқ. Жас денесі әлі де уыздай аппақ, толық, сау. Бірақ не керек? Барлық ойы, барлық тілегі бірақ жерге шегеленді. Аясы азғантай орынға бұл өзін өзі сыйғызды. Қаралы күнге шейін тасқындап келген сезімді тұсады, буды. Сонымен бірнеше жыл өтті. Қарагөз күйеуі бар, бала тауып отырған әйел еді. Қарагөз бар қиындыққа тістеніп шыдап, басып жеңіп жүрсе де, кейбір кездерде таңды таңға ұрғызатын азаптар болады. Жас әйелдің бұл түндері көр азабындай қинау түні. Үй іші қараңғыланып, бұл төсекке жатқанда әлдеқандай жыланша иірілген сезім толқындары тамыр-тамырын қуалап, өне бойын билеп кететін. Тістеніп шыдап,
құтылар мекемдеп дұға оқыса да, сол жыландар ауыр басып, ақырындап жылжып келіп, ақ төсіне оралып, ақ тамағынан сүйіп, барлық денесін шыдамынан айырып ысытып, дірілдетіп жіберуші еді. Шошынып, қабағы түйіліп, дір-дір етіп жатып, көрпені шиыршықтап қысып құшақтайды. Шоқтай ыстық-ыстық ойы таң ағарып атқанша бір минөтке босатпай, жанын жей дозаққа салып шығатын. Талай түндер қарагөз шыдай алмай, қасына қызметкер кемпірді шақырып алып, денесін сипатып, жарық жағып қойып күрсініп, жүдеп отыратын. Ол бұның ішінде тіршілікке ұмтылған жаңа өмір ұрығының жарық дүниеге шыққызы келіп, қоздана тілеген еді. Сол күш Қарагөзді көп заман қинап жүрді. Әлі күнге шейін мезгіл-мезгіл асау сезім құтыртып келіп, бір тоңдырып, бір қыздырып ысытып, қаралы Қарагөзді отқа салатын. Барлық ұзақ қаралы күндерді ойлап өткен қайғы мен әлгі сияқты азаптар Қарагөздің мінезінде өзгертті. Ол ерекше сезімділіктің себебінен дертті сияқтанды. Бұрынғыға қарағанда қаны бұзылғандай, тез ашуланып, тез жылап, тез күліп жіберетін күйіп жанғыштық пайда болды. Кейде жадырап отырған қабағы қазір шытынап түйіліп, болымсыз нәрсеге қиналып кетеді. Өкініп, қайғырып, шыдамсыздықпен тұтанып, ұйқы-тұйқы болып қалады. Түнде тұңғиық көздері енді ыстық жас үшін жарылғандай болды. Бірақ сонда да Қарагөз бір байлауына жабысып, тастай мықты болып келе жатыр. Өзге дүниеде өз көңілінен азғандай теріс шыққан нәрсе қинап жібергендей болса, өміріндегі ең ауыр, ең қайғылы түйінге келгенде Қарагөз өзін аямастан қатты ұстап, қандай қиын азапқа болса да көндіріп келді. Бүгінгі көш бойында бір талайдан ұмытылып кеткен азап Қарагөзді қайта қинап, толқытып келе жатыр еді. Қарагөздің сопылығы бұрынғы молшылық, бұрынғы қызықты дүние ортасында өтіп келеді. Күндегідей ыстық жарық күні туып, сезім түндер өтеді. Жаз жасырған табиғатта мінекей желігіп еліреді. Жан кіргендей болып, қызулы тіршілікті көксегіндей мастанады, жүз бұралады. Бозбала асаумен теңселіп құтырып шабады, қыз келіншек назданып күледі. Өзгенің бәрі өз бетінде алпыстағы қойшы болады да, Қарагөздің есіне жыландай сумаңдаған сезімдерін келтіріп, желіге мастанады. Ыстық сезім буған Қарагөз көштен озып келіп, жылда ауыл қонатын Қайыңдының өзегіне жетті. Өзен бойы қайыңда, мойылды жас тоғай, сылдырап су ағады. Таңертеңгі көлеңкеден шыққан тоғай салқыны, самалы Қарагөздің бетіне ширатылып келіп соғып өтеді. Іште ыстық сезім, қарсы соққан салқын леп. Әуеске есі жұртқа келіп тоқтағанда, Қарагөз өз үйін жылдағы қонып жүрген жұртына тіккізбекші болып, арбадан түсіп, сол жерді іздеді. Ақыры тауып тоқтап, айналаға қарағанда, төменгі жақта, өзен бойында бір тоғайдың көлеңкесінде доғарулы тұрған Трашпенкені көрді. Ода осы жерге көшіп келетін бір ауылдың алдын озып келген адамдары болуы керек. Қарагөз ұйықтап жатқан Мұқашты оятпай, жалғыз өз аяңда бәрлі-берлі жүріңкірей түсті. Аяғы әлсіз, денесін зорға алып жүреді. Белгісіз тілек қинаған көңіл тоқталмай, жіңішкелеп шаншады. Ескі жұртты өзін жағасына жақындай барып тегіс көріп, енді арбаға қарай жүруге айналғанда, Қарагөз арт жағында тоғай арасында сақылдап күлген жас дауыс естіді. Бұрылып, біраз тұрып, тоғайға қарай жүрді.
Көлеңкелі биік тоғайдың іші рақатты, сұлу. Жас тоғайдың салқыны жайлы тыныштығымен денесін мас қылып сенделткендей. Тоғайдың шетіне кіргенде Қарагөз жылда осы қонысқа келгенде естіп жүрген дағдылы бұлбұл дауысын естіді. Бұған дейін жіңішкелеп естілсе де елең қыла қойған жоқ еді. Енді тыңдады. Елсіз таудың ішінде иесіз қоныста мәңгі жастық, мәңгі жарастық жыршысы кішкене бұлбұл сайрайды. Жаратылыстың қызығына қошемет айтумен бірге жайын тау, жаралы жартастың жалғыздық күйінде шерлендіріп қосады. Кей кезде иесіздікпен құлазыған тыныштық күйі сияқтанады. Кейде өзек бойында күрсініп соққан желдей, жібек жібі сияқты жіңішке даусын жүз бұралтып суылдап ысқырады. Тілсіз табиғаттың жүрегін үзгендей болып шаншылып қадалады. Бір кезек жарық айлы түн ортасында қалың таудың ішінде алыстан естілген көп кішкене қоңыраулардай болып жартаспен жаңғырығып дірілдейді. Тағы бір сәтте Қарагөз жүрегінің қайғысын айтқандай болып ұзақ мұңмен ырғалып, шұбатылып, тамылжиды. Елсізде жалғыз өзі жүз толғанып жырлаған бұлбұл Қарагөздің ұзақ жылғы қайғысы мен жайын, табиғаттың иесіздігін жырылғандай, қаралы әйелдің сұлулығын қошеметтегендей. Бұл да сезім күйін шертеді. Онсыз да қайнап жүрген қанды бір тоңдырып, бір ысытып, Қарагөздің жүрегін қысып, ентіктіреді. Әттең, қара жыландай нәпсі, не күйге ұшыратасың? Қайда апарасың дей түсіп, Қарагөз бұлбұлды тыңдап, тоғайдың ішіне кіріп қалыпты. Бір мезгілде бағанағы естілген ашық күлкі тағы естілді. Бұл уақытта жақыннан шықты екі күлкі. Бірі жас әйел, бірі жігіт болуға керек. Қарагөз жаңылған жоқ. Алдында қалың ағаштың саясында, жіңішке өзектің қасында Қарагөзге сыртын беріп бір қыз, бір жігіт құшақтасып ойнап отыр. Бұлар қатты даурығып күледі. Құшақтасқан қалпында қатар жығыла кетіп, құмарлықпен сүйіседі. Қарагөздің екі көзі тұнжырап, жасқа толып, екі бетін ерекше ыстық қан басып кетті. Тамағы кебірсіп, қылғынып жұтынады. Таза аппақ көйлектің сыртынан қара желетке киген жас жігіттің ұзын бұйра шашы бар. Сондай жарастықпен киінген құмар жас қыз. Екеуі құшақтасып жантайғанда жалаңаш аяқтары өзен суына малынып, салқын сумен шалпылдатып ойнайды. Бұлар Қарагөздің ағайыны Ысмағұл ауылының жастары. Жас жігіт қыздың қайындап келіп жатқан күйеуі, оқыған сұлу жігіт. Жаздай осы елде болатын. Бұларды аталары еркімен жіберіп, жалғыз қыздың қызығын ерекінше қызықтайды. Қарагөз таныды. Бірақ іштегі қара жылан өмірінде бұл күнге шейін болмаған асаулықпен жүз толғанып иіріледі. Бойы ұйып кетті. Қалың жапырақтың арасында үндемей, көзін ала алмай қатып тұрғанда ыстық жас ағып барады. Бір талай тұрып